Сәлем достар, бүгінгі бейнеде мен шаршау мәселесін талдағым келіп тұр. Және бұл проблема көптеген адамдарда кездеседі деп ойлаймын. Мысалы сен ұйықтайсың 10 сағаттап, 12 сағаттап демалыста ештеңе істемейсің, бірақ бәрібір де дүйсенбіде шаршаңқы болып қайтадан жұмысқа барасың. Немесе отпуск алып демалып, 2 апта демаласың, ештеңе істемейсің, бірақ бәрібір де шаршап жүресің. Неліктен ондай болады? Ол өйткені шаршаудың бізде 8 түрі бар. Және тек қана демалып, физикалық түрде ештеңе істемей, ол шаршаулардың түрлерін емдеуге болмайды. Шаршаудың түрі өзінің ол шаршауды басудың тәсілі болады. Және бізде сондай 8 түрлі шаршау болады. Ол менталдық, эмоционалдық, физикалық шаршау, сенсорлық, рухани, креативті шаршау, экзистенционалды және әлеуметтік. Әлеуметтікті айттым ба? Осы 8. Және мен осы видеода эмоционалдық шаршау туралы айтқым келеді көбірек. Өйткені менің ойымша ол өте маңызды. Мысалы, неге біз эмоционалды шаршаймыз? Өзіңнің эмоцияларыңды басып жатсаң, бір ашулансаң, бірақ оны ашуыңды бассаң, немесе жылағың келсе, жылауыңды бассаң, біреуге, басқаларға жақын келсе, жақсы адам болғың келсе, біреуге мейлі дей саласың, бірақ іште сен істегің келмейді оны, мысалы, немесе біреу сен шекараларыңды үнемі өте береді. Осының бәрі бізде жиналады, және содан біз шаршап кетеміз. Мысалы, эмоционалдық шаршау, эмоционалды қазір былай бір мысал келтірейін. Мысалы, мынау орындықтың үстінде, мысалы, кнопка бар деген, канцелярдық кнопка болады, инесі бар 3-тік. Сонымен ол кнопка тұр, мен былай аламда отырамын, бірақтан мен эмоциямды, мысалы, ашуымды көрсеткім келмейді, ауырып атқан өйткені ұят, мысалы. Және мен ол деп отырам, былай сол инеге отырғаннан кейін, былай деп өзім тырысып қалам, немді эмоциямды шығармай. Және ол тырысқаннан кейін, біз ұялғаннан кейін, мен туралы не де ойлап қалады, мен бәріне жағуым керекпін, жақсы адам болуым керекпін деп отырасың да, мысалы. Және бір кезде, бір сәтте сенің денең сол тырысқанға үйреніп қалады. Бірақтан ол эмоция денеңде сақтап қалады. Бұлшықеттер, жүйке оны консервлейді десек болады. Және ол эмоция, басылған эмоция, оның сақтау мерзімі жоқ. Ол бір рет сақталынған энергия, осы эмоция, ол 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл сақталынады, шықпағанша, сенің денеңнен шықпағанша. Мысалы, неге көп адамдар емес, енді үлкен адамдар, мысалы, бұрынғы баяғы ренішті айтады. Мысалы, 10 жыл өтті, 20 жыл өтті, әлі соны есте сақтайды да, адамға ренжиді. Өйткені ол реніш оның несінде қалып кеткен, жүйкесінде қалып кеткен. Реніш деген не өзі? Реніш деген, мысалы, сені біреу ренжітті дейге, бірақтан сен сол өзіңнің агрессияңды ол адамға былай жынданғаныңды айта алмадың. Сен өзіңді қорғай алмадың. Ол сен шекараңды өтіп кетті, және ол агрессия шықпады, уақытылы. Сөйтіп ол ренішке айналып кетті. Негізі кім ренжиді? Кішкентай балалар ренжиді, өйткені олар өздерін қорғай алмайды, ол үйренбеген, не айтатынын білмейді, Сол үшін біз былай агрессияны уақытылы шығара алмасақ, сол кішкентай баланың позициясына кетіп, ренжіп қаламыз. Сөйтіп ол эмоция сақталып қалады. Сөйтіп, елестеттіңіздер, өмір бойы егер сен өзіңнің сол ауыр негативті эмоцияларыңды баса беріп, біреуге жағу үшін ойбай ұят болады деп сөйтіп былай баса берсең, ол жиналып қалады да, және сенің денең бәрі тырысып жүреді. Бірақ сен оны білмейсің, өйткені сен оған үйреніп қаласың. Не үшін сол зажимдер болады, денеде, неге адамдар неге барады, массажисттерге барады, мануалистерге барады,
немесе ол тағы тек қана бұлшық еттер емес, ол тағы адам ауырып қалуы мүмкін, анандай не деп айтады, опухоль дейді ғой, орысшасы қазақшасын білмей жатырмын қандай екен. Сондай безеулер, сондай пайда болуы мүмкін. Сол үшін эмоцияны уақытылы шығару керек. Ауыр қамас бұрын сен оны шығаруың керексің. Сол үшін бізде шаршау пайда болады. Оны былай эмоцияларды ұстау үшін жүйке, организм энергияны соған кетіреді, психикалық энергия кетеді. Сол үшін сен ештеңе істемесең де шаршап жүресің. Және мысалы сен ұйықтайсың, демаласың, ол ештеңені, ол әшейін сен физикалық түрде демаласың, денең демалады. Бірақтан сен психикаң, сен жүйкең әрдайым жұмыс істеп отырады, осыны сақтау үшін. Осыны емдеу үшін, осы шаршауды басу үшін не істеу керек енді? Ең бірінші сол эмоцияларды шығару керек. Мысалы, мені қазір не мазалап жатыр? Мүмкін басқа бір жерде үлкен, мысалы жұмыста үлкен бір стресс бар шығар, немесе өмірде бір тұрақсыз бір жағдай ма, жағымсыз бір ситуация болуы мүмкін. Және соны өзің анализ жасап, талдау жасап, сол эмоцияларыңды шығарып көруің керексің. Мүмкін біреудің істеу қиын болатын шығар, бірақтан әртүрлі тәсілдер бар. Мысалы, әшейін қағазға жазу, эмоциялардың бәрін шығару. Мен мынаған жынданып жатырмын, мынау не істеді. Мысалы, адамға да жазуға мүмкін болады. Бір адамға жыныңыз келіп жатса, реніш болса, соның бәрін жазып шығарып тастау керек. Кейін ол қағазды жыртып лақтыра салуға болады. Ол міндетті түрде сол адамға жіберу емес, ол ең бастысы сол эмоцияны шығару. Ол бір тәсіл. Немесе әшейін бір қағазға өзінің қандай эмоциялардың бәрін жазып тастау былай. Жынданып жатырмын, ренжіп жатырмын, ығырым шығып кетті, мынау әртүрлі, сондай өзіңнің эмоцияларын жазуға болады. Егер қандай эмоция сезіп жатқаныңызды білмесеңіздер, интернетте Wheel of Emotions деген бір не бар, колесо эмоций деген плутчиктіңкі бар, және тағы үлкенірек бір почта келді, үлкенірек бір сондай не бар, дөңгелек дейді. Бірақтан мен оның қазақшасын таппадым, тек қана орысша мен ағылшыншасы бар. Бірақтан сол эмоцияларды қарап, өзінің не сезіп жатқаныңды үйренсең болады. Өйткені кейде бір эмоция болады, бірақ оны атын атай алмайсың, мысалы. Егер мысалы эмоцияның атын атай алмасаң, өзің сезіп жатқан эмоцияның қандай екенін, образын елестетсең болады. Мысалы, қай жерде орналасқан, мысалы, кейде бір қолыңда болуы мүмкін, анандай бір ашу, жын қолыңда болуы мүмкін, бірдеңені ұрғың келеді, мысалы, ауыр бір сезім қолыңда болуы мүмкін, немесе кеудеңде болуы мүмкін, бір қуыс, бір пустота, вакуум болуы мүмкін, немесе бір неңде тұру мүмкін, не жағыңда, тамақ жағыңда, немесе арқаңда бірдеңені алып келе жатқандай, сондай, немесе ол тас болуы мүмкін, неше түрлі образдар болуы мүмкін. Соны денеңде зерттеп көрсең болады, қай жерде бар екенін. Оны әдейі логикаңды қосып емес, денеңде сезу, шынымен өзің былай сезуің керексің да, қандай екен. Және сол образы әшейін қарап, былай observe дейді ғой ағылшынша, былай әшейін қарап отырып, 3-4 минут былай қарап отырып сол образға, ол образ қандай эмоцияны білдіретінін, былай негізі кейде тастың образы болса, ол жиналып қалған сол эмоциялар болуы мүмкін. Және сол тасқа қарап отырсаң, ол өзі өзгеруі мүмкін. Және сол затқа, сол жаңағы образға, мен сені көріп тұрмын деп, мен саған орын беремін деген сияқты сөздер айту керек. Өйткені біз эмоцияны валидация жасауымыз керек. Біз оған орын беруіміз керек, легализация. Сен барсың, мен сені көріп тұрмын, және мен саған орын берем, рұқсат етемін деген сияқты өзіңді былай шығаруға, өзіңді қандай екенін білдіруге. Өйткені біз сақтаймыз ғой энергияны, эмоцияны, және біз одан қашамыз.
избегание. Ол сен одан қашып жатсаң, ол қайта ол сенің неңде, денеңде, ағзаңда былай тұрады бәрібір, шықпай. Ол біз избеганиемен айналыссақ, ол үнемі өзіміздің эмоциямыздан қорқып қашсақ, ол бәрібір бізге әсер етеді. Одан да сен сол эмоциямен отыр, 2-3 минут отыр, сол образға қарап, немесе сол неңді сезіп, сол эмоцияларыңа орын бер, сол кезде ол өзімен өзі кішірейіп, өзімен өзі кетеді. Сондай. Өйткені сен оны қаша берсең, ол сенің артынан қуалай береді деген сияқты. Содан аулақ болу керек. Сосын қандай тәсілдер бар? Мысалы, жындансаң, жастықты ұрсаң болады. Немесе айқайлағың келсе, орманға барып па, тауға барып па, деп айқайлап келсең болады. Немесе әшейін жастыққа айқайласаң болады. Бокспен айналысып, мысалы, билесең де болады, мысалы. Сондай тәсілдермен өзіңнің эмоцияңды шығару керек. Және де рефлексия жасау керек, анализ, талдау керек өзіңді. Мен кімге жаққым келіп жүр? Мен кімге деп жүрмін, бірақ өзім жоқ дегім келеді. Мен кімге жақсы болғым келеді. Өйткені мен біреуге жаққым келсе, мен маска киемін, Ол маска кисең де адам шаршайды. Өйткені сен өзің шынайы емессің. Сен біреудің рөлін атқарып отырсың, біреудің рөлін ойнап отырсың. Және сен сол шынайы өзің болмасаң, өтірік біреу болсаң, сен сол рөл ойнауға шаршап кетесің. Сол күннен күнге сен соны ойнайсың. Біреуге жаққың келеді. Ол өзі негізі бейсаналы түрде болады, сен өзің оны саналы түрде білмеу мүмкінсің, қандай мен маска киіп жүрмін деген сияқты. Ол өзі автоматты түрде бейсана өзі сондай бір рөлдер ойнайды. Бірақ ол рөлдер ойнағанда ол сен өтірік сен емессің, сен оны саналы түрде білмей қаласың, ол сенің кінәң емес. Ол әшейін психика сені бірдеңеден қорғағысы келеді. Ол мысалы психика неден қорғайды, мені жақсы көрмей қала ма, мені тастап кете ма. Мысалы, алайға қарым-қатынас отбасыдағы, мысалы, мен жақсы әйелім ба күйеуіме, мен тамақты әдемі пісірдім ба, үйді уақытылы жинадым ба деген әртүрлі ойлар болуы мүмкін, және өзіңді қинап, өзіңді зорлап, істегің келмейтін нәрсені істеп, өзің шаршап отырсаң да бәрібір үйді жинап деген сияқты сондай нәрселер істесең, сен андай жақсы әйелдің рөлін ойнайсың, Ол неге ол психика ондай рөлді ойнатқызады? Өйткені психика қорқады. Қазір мен күйеуім менен кетіп қала ма деген сияқты да. Одан да мен өзімді зорлайын, өзімді қинап бірдеңе істейін, менің күйеуім мені тастап кеткенше. Ол біздің психика катастрофизация жасайды да, ішлей былай гиперболично бір сценаны ойнатады, күйеуім кетіп бара жатыр деген сияқты. Мен жалғыз қалам, мен өзім қалам, бір өзім қалам, мен ешкімге керек емес болып қалам. Сол үшін мен рөл ойнаймын. Психикам сөйтіп мені қорғайды, сөйтіп рөл ойнатқызады. Сонымен мен айтқым келгені осы. Егер осы бейне сізге пайдалы болса, лайк қойып, маған осы каналыма тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.